Достар, артық бөлім кітапта ерінбе оқып көруге деп ұлы ақын Абай атамыз айтқандай ерінбе білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасын тек кітаптан ғана таба алатынымызды ұмытпайық. Мен кітап оқуды адам өміріндегі пайдасы зор деп білемін. Кішкентай кезімнен маған анам кітаптар алып келіп оқытады. Қаладағы Пушкин атындағы, Оралхан Бөкей атындағы кітапханаға барып кітаптар алып оқып отырамын. Абайдың 45 қара сөзін оқыдым. Онда адам баласына қаратыла айтылған ақыл, өсиет, даналық сөздер менің санамда мәңгі қалады. Өмір, адам, қоғам, білім, тәрбие, мінез жайлы айтқан ақынның әрбір сөзі бізге дұрыс жүру, терең білім алу, жақсы тәрбие алу, жалпы адам болуды үйретеді. Абайдың 7-ші қара сөзінде жас бала екі түрлі мінезбен туады деген. Біріншісі, жесем, ішсем, ұйықтасам дейді. Ол тәннің құмары, ол дұрыс емес. Ал екінші түрі, бәрін білсем екенмін дейді. Бұл немене, ол немене, бұл неге бүйтеді, ол неге өйтеді деген жанның құмары, ол дұрыс. Мен 4-ші сыныпта Абай атамыздың «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңін оқып байқауға қатысып, республикалық сайыста 2-ші орын алдым. Абайдың әрбір сөзі біз үшін үлкен өнеге, өсиет. Абайды оқы, ерінбе деп Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай, ақын сөздерін талмай оқимын, санама құямын деп ойлаймын. Мен жазда Гарри Поттердің 7 кітабын оқыдым. Ол Гарри Поттер маған қатты ұнайды, себебі ол сиқырлы. Ол Хогвартс сиқыр мектебінен қаһарман болып қалды. Оның Гермиона және Рон деген достары бар. Олармен ол көп тапсырмаларды орындады. Және олар үшеулері Хогвартс сиқыр мектебінен ең атақты қаһарман болып қалды. Бұл оқыған кітаптарым менің өміріме азық болады, өмірде дұрыс адам болуға көмектеседі.